қай заманда өткені белгісіз, сағат есімді, үрерге иті, сығарға биті жоқ, сіңірі шыққан қу кедей болыпты. Ол бірде аштықтан көзі қарайып, басы ауған жаққа қаңқалақтап келе жатыпты. Әбден қалжырап, ұйқы меңдеген байғұс сәл тынығып алайын деп, бір құмайт жерге жантая кетіпті. Арқасына аяздай батқан жоқшылық ұйықтаса да қыр соңынан қалмаса керек. Түсінде де осы азаптан бас сауғалап қашып келе жатса, алдынан сақалы белуарына түскен әппақ қудай қария шығады. Жарлының жолын кес-кестеп, оян депті. Өзің жантайған құмайттың оң жағына қарай 10 қадам жүрсең, ескі жертөленің орны бар. Сол арадағы қираған ошақтың астын сынық сүйемдей қазасың. Сүлеймен саудагердің былғары сақтияны табылар. Сақтияның аузын ашып жапқан сайын ішінен 1 теңгелік алтын ділда аласың. Енді қалған өміріңе бұйырған несібе осы. Қанағат қылсаң қарның тояды, дейді де ғайып болады. Жүрегі алып ұшып, орнынан атып тұрған сағат ұйықтаған жерінен оңға қарай 10 адым аттайды. Опырылған жертөленің оқпандай орнына кезігеді. Құлаған ошақтың орнын тырналап қазып жатып, осыдан шалдың айтқандары расқа шығып, 1 ділда тапсам, тойынып тамақ ішермін. 2 ділда тапсам, дүние-ай, бала шағамның жүрегін жалғар едім. Егер 3 ділдаға жетсе, әйеліме арнап көйлек сатып алар едім, деп қиялдайды. Шалдың берген аяны айнымай келеді де, айтқан орнынан әмиян табылады. 1 ашса 1 ділда, 2 ашса 2 ділда. Әмиянды 100 ашқанда, үйіліп жатқан ділдаларды көзімен жей отырып, Қарақұмның қақ ортасынан хан сарайындай күмбезді үй салуды армандайды. Қарнының ашқанын да, балаларын да, бұл дүниеде әйелінің бар екенін де ұмытады. Көзіне қызылды жасылды дүние елестеген сағат 1000, 10 000, 100 000, миллион рет ашамын дегенше арада 2 апта уақыт өтіпті. Өстіп отырғанда дүние қоңыз сорлының жүрегі үзіліп, бұл дүниемен қош айтысқан деседі.